Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Айжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте нәзік сырға жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Майорка жемчугынан жасалған сырға сіздің кез келген образыңызға сәйкес келеді және де көзге өте ерекше көрініп тұратын болады. Бұндай әдемі сырғаны жасау үшін сіздің көп уақытыңызды алмайды және де аздаған нәрсе қажет болады. Ол үшін бізге круглогубцы, басы шеге секілді пин қажет болады. Және де пиннің тағы да басы шарик секілді түрі болады. Кез келгенін таңдасаңыздар болады. Және де майорка жемчугы және швензы деп аталады. Бұл біздің сырғамыздың басты бөлігі. Ең бірінші кезекте біз пинімізді жемчугымызға өткіземіз. Жемчугымызға өткізгеннен кейін пинімізді майыстырып, косачканың көмегімен артық бөлігін қиып тастаймыз. Және круглогубцының көмегімен дөңгелек сақина тәріздес форма жасаймыз. Ол арқылы біз жемчугымызды сырғамызға бекітеміз. Дөңгелек сақина тәріздес формамыз өте әдемі әрі құпты көріну үшін міндетті түрде круглогубцыды пайдаланыңыздар. Және де видеода көрсетілгендей етіп жазсаңыздар, сіздің сақина тәріздес формаңыз өте әдемі болып шығатыны сөзсіз. Дәп видеода көрсетілгендей, сіздер пин арқылы осындай дөңгелек жасап сырғаңызды бекітесіздер. Сіздер кез келген сырғаны таңдасаңыздар болады. Осылай пин арқылы сырғамызға кез келген нәрсені бекіте аламыз. Жемчугтан жасалған сырға әрдайым сән әлемінде маңызды орындарды алатын болады. Егерде образыңызға сырға таңдасаңыз, міндетті түрде осындай жемчугтан жасалған сырғаны таңдасаңыздар болады. Жемчугты таңдасаңыздар, сіздер ешқашан ұтылмайсыздар. Енді біз екінші сырғамызды жасауға көшеміз. Бірінші сырғаны жасағандағыдай, сіздер пинді жемчугқа өткізіп, пинімізді майыстырып, және де артық бөлігін косачканың көмегімен қиып тастап, круглогубцының көмегімен дөңгелек сақина тәріздес форма жасаймыз. Ол дөңгелек сақина секілді форма арқылы біз сырғамызды жемчугқа бекітеміз. Осындай жемчугтан сырғаны жасау үшін сіздің көп уақытыңыз кетпейді және де жемчуг әрдайым трендте болады. Сондықтан да жемчугты таңдасаңыздар болады. Осындай сырғаны сіз жұмысқа және де кез келген кездесулерге, кез келген маңызды кештерге тақсаңыздар болады. Сіздің образыңыз осындай сырғамен толыққанды әрі сәнді болып көрінеді. Осындай сырғаның көмегімен сіз назардан тыс қалмайсыз әрі өте сәнді болып көрінесіз. Сондықтан да жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.